Сәлем барлықтарыңызға. Бүгінгі раскладымызды жігітіңізге арнайтын боламыз. Жігітіңіздің ойы, сезімі қандай, соның барлығын көретін боламыз. Чтобы расклад сіздікі болу үшін өзіңізді ойлаңыз, жігітіңізді ойлаңыз. Есімдеріңізді де айтыңыздар. Бірінші, жігіт екеуіңіздің араларыңызда қазір не болып жатыр? Чтобы расклад сіздікі ме, сіздікі емес білу үшін біліп алайық. Екеулеріңіздің араларыңызда жаңа таныстық болып жатқан болуы мүмкін. Жаңадан танысып жатырған ер адамды қазір ойлап тұрған болуыңыз мүмкін. Немесе екеулеріңіздің араларыңызда ортақ бала бар, немесе екеулеріңіз енді таныстыңыздар, немесе қарым-қатынастар жасап жүргендеріңізге ұзақ уақыт болған жоқ әлі. Бірақ екеулеріңіз бір-бірлеріңізден күдіктенесіздер. Яғни жігіт сізді ойлап тұр, мені шын жақсы көрмейді ма деген сияқты ойды ойлап тұр. Сіз де ойлап тұрған болуыңыз мүмкін, мына жігіттің сезімі шынайы ма деген сияқты. Сондай жігіт те сізге онша сеніңкіремейді, сіздің оған сезіміңіз бар екеніне. Сізде де дәл сондай. Екеулеріңіздің қарым-қатынастарыңыз қазіргі сәтте қандай болып жатыр? Интернет желісінен бақылайсыз, оған қызығушылықтарыңыз бар, оған екеулеріңіз араларыңызда төсек болды, немесе соны ойлап тұрсыздар, немесе соны талқылау деген сияқты нәрсе түсіп тұр екеулеріңіз араларыңызда. Интернет желісінен бақылау, яғни сіз мысалға интернет желіңізге өзіңіздің не істеп жатқаныңызды, қандай жаңа зат алып жатқаныңызды, өзіңіздің қалай жақсы өмір сүріп жатқаныңызды көрсетуіңіз мүмкін. Статус деген сияқты нәрселерге қоюыңыз мүмкін. Яғни жігіт соны бақылап көріп отыр десем де болады. Екеулеріңіздің қарым-қатынастарыңыз. Жігіт отбасылы болуы мүмкін, балалы болуы да мүмкін негізі жігіт, немесе сіз өз күйеуіңізді көріп отқан болуыңыз мүмкін. Бұл общий расклад болғандықтан қыздар әртүрлі энергетика келеді. Бұны көп адамдар көреді. Егер де жеке қалайтын болсаңыздар, жеке WhatsApp нөмеріме жазсаңыздар болады. Отбасылы ер адам болуы мүмкін, немесе отбасылық өмірге қадам басуға дайындалып жүрген ер адам негізінде көрсетіп тұрған. Егер отбасылы болса, отбасы үшін жаңағыдай әрекет жасау, жұмыс жасау, қаржы табу деген сияқты нәрселер көрсетіп тұр. Немесе 100%-ға бойдақ ер адам екенін білетін болсаңыз, бұл яғни бизнесмен болуы мүмкін. Қазір бар, ойын бар, жаңағы күш-жігерін бәрін жұмысқа арнап жатырған болуы да мүмкін. Басқа қалаға, басқа мемлекетке жұмысқа кетіп жатқан болуы да мүмкін деп көрсетіліп тұр. Екеулеріңіздің қарым-қатынастарыңыз осылай көрсетіліп тұр. Егер де бұл сіздің раскладыңыз болса, ары қарата көруіңізге болады. Енді жігіттің сізге деген ойы қандай? Сізге деген ойы. Сіз туралы не ойлайды жігіт? Жігіт сіз туралы не ойлайды? Жігіт сіз туралы не ойлайды? Сізді отбасылық өмірде жолы болмаған адам ба деп ойлайды. Яғни сіз ажырасқан болуыңыз да мүмкін, немесе ұзақ уақыттан бері тұрмысқа шықпай, яғни жасыңыз біразға келіп әлі тұрмысқа шықпаған болуыңыз мүмкін. Жалпы айтқан кезде отбасылық өмірден жолыңыз болмай тұр деп ойлап тұр. Немесе қаржылық жағдайыңыз қазіргі сәтте қиын деп ойлап тұр жігіт. Немесе сіздің көлігіңіз болса, жаңағыдай көлігіңіздің бұзылып қалғанын білуі мүмкін. Яғни сіздің қазір жолыңыз болмай тұрған адам ретінде көріп тұр сізді. Жолы болмай жүр деп ойлап тұр сізді, сізге деген ойы. Қазір сізді ашулы, эмоцияға берілгіш сондай адам ретінде көреді, сізді солай ойлайды. Қазір ашуланып тұр. Вечно сізді сондай ашушаң адам ретінде көреді деп айтамайын, бірақ қазіргі сәтте ойы сізді бірдеңеге ренжіп қалған болуыңыз мүмкін, немесе ол сізге қатты сөз айтып қойған болуы мүмкін, сіздің көңіліңіз түсіп қалған болуы мүмкін. Жігіт соның барлығын біліп сезіп отыр негізінде. Бірақ бір қадам жасауға барып жатырған жоқ. Яғни жігіт бұл жерде сізді ренжіткенімен, сіз именно ол жігітке ренжімесеңіз де, ол жігіт сізді ренжітпесе де, сіздің басқа өмірде басқа оқиғаларыңызға жаңағы көңіл күйіңіз түсіп тұрғанын біле тұра, жігіт қазір әрекет жасамай тұр.
не істерін білмеу көрсетіліп тұр бұл жерде. Араларыңызда императрица басқа бір әйел адам түсіп тұр. Ол оның анасы болуы мүмкін. Ол әйел адаммен қарым-қатынасы қазір жақсы емес, яғни көріп тұрғандарыңызда жел соғып тұр. Яғни бұл жерде сізбен де бір нақты әрекетке барайын деп ойлап тұрған жоқ. Яғни басқа бір әйел адам түсіп тұр. Араларыңыздың мүмкін суына, араларыңыздың суық болып кетуіне бір әйел адам яғни әсерін тигізген. Анасы болуы мүмкін, айтып отырмын, әпшесі болуы мүмкін. Басқа өзінің әйелі де болуы мүмкін. Немесе өмірінде басқа бір қыз пайда болған болуы мүмкін. Жасы үлкен болуы мүмкін. Жасы үлкен болмаса да, жасы бұл ер адамнан кіші болса да, отбасылық өмірді көрген әйел адам ретінде түсіп тұр бұл жерде. Бұл жерде нақты қазір жігіт бір нақты әрекет жасауға сізге қатты ойлап тұрған жоқ. Яғни сіздің өміріңізде қиындықтар болып жатқанын біліп тұр, көңіл күйіңіздің түсіп тұрғанын біліп тұр, бірақ не істерін білмейді жігіт. Қандай әрекет бастасам екен, не жасасам екен. Яғни қазір сізге байланысты қатты басқа тұрулар болып жатырған жоқ. Яғни көзін жұмып қойып, не болса болсын деген сияқты да позицияны ұстанып отыр жігіт. Яғни өмір ағысына қарай көреміз, не боларын көреміз деген сияқты. Менің адамым болса кетпейді деген сияқты. Сондай да ойды ойлап тұр негізінде. Сізге деген ойы тағы. Қазір екеулеріңіздің араларыңызда заңды ажырасу болып жатырған болуы да мүмкін. Егер де жаңағыдай өзінің әйелімен заңды ажырасу болып жатқан болуы мүмкін. Немесе сіз өзіңіздің күйеуіңізбен ажырасып жатқан болуыңыз мүмкін. Яғни бұл жерде әртүрлі адамдар көреді. Бұл общий расклад болғандықтан қыздар айтып отырмын, жекеме шықсаңыздар болады. Яғни бұл жерде жігіт ойлап тұр. Сізді қазір яғни сот мәселесі жағынан, қаржы, документ жағынан сізде қиындықтар болып тұрған біліп тұр. Жігіт негізінде прекрасно біліп тұр. Сіздің қазір жолыңыз болмай жатқанын, сіздің қиналып жатқаныңызды бәрін біліп тұр. Өміріңізде бірдеңе құртылып жатырғанын да біліп тұр. Но все-таки жігіт үнсіздікте деп көрсетіліп тұр. Өйткені сіздің күйеуіңіз бар болуыңыз да мүмкін, күйеуіңіз. Немесе күйеуім жоқ дейтін болсаңыз, онда сізді ұнататын, сізге ухаживание жасағысы келетін айналаңызда ер адамдардың бар екенін біледі, сезеді. Яғни сезеді жігіт бұл жерде. Сол көмектесер, қиындығына сол мен емес, сол ер адам көмектесер жанындағы деген сияқты. Айналасындағы ер адам көмектесетін шығар деген сияқты. Сондай жігітте қазір нейтральный, яғни сізге деген ешқандай жаңағыдай әрекет ойлап тұрған жоқ. Бір шетінен ашуы да келіп тұр кішкене. Яғни өзінің өміріндегі қиындықтарын сол жанындағы ер адамдар шешсін, ер адам шешсін деген сияқты да ойды ойлап тұр негізінде. Жігіт негізінде сізді ұмытуға тырысып жатыр. Сізге байланысты бір шешім қабылдағысы келіп тұрған жоқ қазіргі сәтте. Сізді негіз жаныңыздан басқа ер адамды көреді. Бұл ер адам тарапы жақтан да басқа бір әйел адам түсіп тұр. Коллегасы болуы мүмкін жұмыс мәселесі жағынан. Яғни сол ойын айнып жатуы мүмкін. Дос қыздары бар болуы мүмкін. Сол ойын айнып жатуы мүмкін. Яғни анасы болуы мүмкін деген сияқты жаңа императрица түскен. Енді сезімі қандай жігіттің? Сезімі, сізге деген сезімі. Сізге деген сезімі бар, төсек қарым-қатынасында болғысы келеді, және де елестетеді де. Егер де бұл төсек қарым-қатынасында болған болсаңыздар, онда соны есіне алу көрсетіліп тұр. Жиі есіне алу. Егер де ондай болмаған болса, араларыңызда просто қыз жігіт ретінде жүрген болсаңыздар, яғни төсек қарым-қатынасындағы сәттерді ойлау, армандау, елестету деген сияқты, иллюзия деген, арман деген сияқты карталар түсіп тұр бұл жерде. Сізді қызғанып тұр, басқа біреумен де қарым-қатынас жасап қояды ма деген сияқты. Көбінесе қызғаныш, яғни көбінесе сіздерге көрсетіліп тұрғаны сезімнен көрі, көбінесе төсек қарым-қатынас жағынан қызығушылығы қатты бар екені көрсетіліп тұр. Ал сезімді қатты байқап тұрған жоқпын, но бірақ сізге былай қызығушылық бар. Сізді женственная керемет әйелге тән қасиеті бар. Сондай қыз ретінде көреді сізді. Жігіт негізі өзінің отбасылық өмірі туралы сізден біраз нәрсе жасыруы мүмкін. Яғни сізге айтқандары сіз өтірік болуы мүмкін. Яғни әйелім жоқ десе, әйелі бар болуы мүмкін бұл жерде. Өйткені луна картасы шатастыру, отбасылық жағынан сізді шатастыру картасы түсіп тұр бұл жерде. Өзінің отбасы туралы шындықты айтпауы мүмкін сізге.
Қыздар уже 10 минутқа жақындап қалыпты. Ары қарата да көргім келіп тұр. Жігіттің отбасылық мәселесіне байланысты қандай жасырған нәрселері бар. Оның барлығын білу үшін жеке WhatsApp нөміріме шықсаңыздар болады. Ары қарата кеңінен барлығын картаға не түседі осылай көретін боламын. Егер де жеке WhatsApp нөміріме шықсаңыздар, одан кейін таро картасын осылай мен сияқты ашқыларыңыз келсе, үйренулеріңізге болады. Ол үшін WhatsApp нөміріме жазыңыздар. Сау болыңыздар.